Шымкентте сынап бағанасы 45 градусқа дейін көтерілуде. Өңірдің оңтүстік бөлігі Мақтаарал ауданында одан да жоғарғы көрсеткішке жеткен. Мамандар бұл циклонды ыстық ауа атмосферасының айналмай бір орында тұрып қалуынан дейді. Яғни қазіргі таңда Түркия, Ташкент сынды шет мемлекеттерде осы қалыптағы ауа райы уақытша сақталуда. Алайда сала мамандары бұл жоғарғы көрсеткішті ауа райының жаз айына тән қалыпты құбылыс екендігін айтады. Облысымыз төменгі қысымның аз градиенті алқабында орналасқандықтан облысымызда құрғақ ауа райы сақталып отыр. Бұл өте қатты ыстық, яғни 45 градустан жоғарғы температура ертеңнен кейін қайтады. Ал алдағы аптада 33-38, кей жерлерде 41 градус ыстық болады. Қазіргі таңда қала бойынша 80-ге жуық жедел жәрдем халыққа қызмет көрсетуде. Оларға келіп түскен науқастардың басым көпшілігі тыныс жолдары ауруына шалдыққандар. Дәрігерлердің айтуынша тамақ ауруының асқынған бұл түрі адамдардың қапырық ыстық кезінде тым қатты суық су ішу салдарынан деп отыр. Нет необходимости, конечно, в жару не выходить, сохранить тенек. Біз тұрғындарға күннің аптапты ыстығында далада көп жүрмеуін ескертеміз. Себебі қатты ыстықтағы ішілген тым суық су болсын, балмұздақ болсын, тамақ ауруының асқынған түрі танзилитке келіп соқтырады. Ал әзірге жүрек ауруы шағыммен айтарлықтай науқастар түсіп жатқан жоқ. Мұндай жазғы аптапты ыстықта егде жастағы, сондай-ақ жүрек ауруымен ауыратын адамдар мен балаларға күннің көзінде көп жүрмеген абзал. Мамандар ыстықта салқын су ішіп, денедегі ылғалдылық мөлшерін қалыпта ұстауды ескертеді. Күннің зиянды сәулесі өтіп кетпеу үшін табиғи маталардан тігілген ақшыл түсті киімдер мен бас киім киіп жүруге кеңес береді. Мадина Абайқызы, Дастан Абдиев, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.